Мен Айғабылова Нұргенже Досберген-қызы 1979 жылы дүниеге келдім. Орта мектептен кейін Ақтөбе гуманитарлық колледжіне оқуға түсіп, 1999 жылы үздік аяқтадым. 2001-2004 жылдар аралығында Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе педагогикалық университетін музыка мамандығы бойынша тәмамдадым. Алғашқы еңбек жолымды Шұбарқұдық балалар музыка мектебінің домбыра класы мұғалімі болып бастап, қазіргі таңда осы мектепте қызметімді жалғастырудамын. Қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың өнер адамды өмірге тәрбиелейді, оның рухын байтады, жүрегін жарықтандырады демекші, заман талабына сай бәсекеге қабілетті оқушы болу мақсатында өнер жолында өз білімімді үнемі жетілдіріп, біліктілікті көтеру курстары мен семинарларға қатысып, алған білімім мен тәжірибемді өз әріптестерім мен ұжымыммен бөлісемін. Оқушылардың аспапқа деген қызығушылығын арттырып, шығарманы түсініп ойнауға тәрбиелеп, ұжымдық бағытта ансамбль, оркестр жетекшісі болып, сол жолда үлкен жұмыстар жасап жүрміз. Атап айтар болсақ, Хассақ, Еркемай, Ақжайнақ ансамбльдеріне жетекші болып, облыстық, республикалық, халықаралық байқауларды бағындырып, жүлделі орындар алып келеміз. Облыстық деңгейде Олимп шыңына жетелеуші қосымша білім беру ассоциациясына мүше болып кіріп, бірнеше дарынды оқушыларға арналған конкурстарды ұйымдастырып, түрлі аудандық, облыстық семинарларға шеберлік сынып сағаттарын көрсетіп отырамын. Санатым педагог сарапшы. Менің мақсатым әр баланы қабілеті мен мүмкіндігіне қарай өнерге баулу. Оқудың жаңаша әдіс тәсілдерін пайдалана отырып, сапалы білім мен саналы тәрбие алған, өзіндік пікірі бар, шығармашыл жеке тұлға қалыптастыру. Педагогикалық ұстанымым: ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға, оның әлемін тану, оқушының қабілетін дамыту, өз мүмкіндіктерін толық пайдалана алуға үйрету, және ең бастысы адам болып қалыптасуына көмектесу. Өмірлік ұстанымым: өнерліге өріс кең, өйткені өнерлі жанға әлемнің төрт бұрышы да ашық десек болады. Білімді, білікті, небір тұлғалар қалыптасуы мүмкін, бірақ өнерлі болу көпке берілмейтін тума талант пен үлкен еңбектің жемісі.